армысыздар, құрметті оқырмандарым. Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Егер ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Әкемді анамның туған келіні тартып алды. Мен туылғаннан басталған қатал тағдырымды жазып жеңілдегім келеді. Мүмкін біреулердің сабақ болары, ұзақ болса кешіресіздер. Мен 7 айлық болып туылыппын. Маған екпе салғанда дұрыс болмай, содан ДЦП гиперкетический форма деген диагноз қойды. Дәрігерлердің кесірінен 7 жасыма дейін жүре алмадым. Бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Анам небәрі дәрігерлерге, емшілерге апарды. Әйтеуір жүрдім, шүкір. Өзім әрең жүргенде ата-анамның арасынан анамның туған келіні от салып, әкемді өзіне дуалап алды. Сол үшін үйімізден береке кетіп, күнде ағайын шу, тіпті анам екеуміз қыстың аясында көшеде қалған кезіміз болды. Үлкен бауырларым қалада оқуда жүрді. Қиындықтың бәрін мен көрдім. Анама ажырас деп едім, тыңдамай бәрін шыдады. Солай жүріп әкемді қайтардық. Қазір аралары жақсы, Аллаға шүкір. Одан кейін менің өз өмірім басталды. Маған ешкім ештеңе үйретпеді үй шаруасында. Басы қасында өз сана сезімім үйрендім. Аллаға маған денсаулықты кем қылып берсе де, түрі мен ақыл есі ғана беріпті. Маған түсінікпен қарап, жақсы көріп сөз салғандар аз болған жоқ, бірақ олардың туыстары, достары түсінбей маған дуалап алдың деген сияқты сөздер айтатын. Ал менің ең бірінші арманым бір үйдің келіні, біреудің сүйікті жары, аяулы ана болу еді. Содан бір жігітпен жүрдім. Оның әпкесі де маған айтпағанды айтты. Менің де үй ішім ұнатпады. Сонымен ұрысып айырылыстық. Одан кейін жолдасым кездесті. Басында жақсы дос болдық. Мен оған өзім туралы бәрін айттым. Ол сөз салды. Мен көнбеп едім. Ақыры ол жеңді. Ол менің көрген қиындықтарымды ұмыттырды. Бақытты етем деп бәрін салды. Шын сүйгенін дәлелдеді. Мен бар кемшілігіме сүйді. Солай тұрмысқа шықтым. Бір үйдің келіні болдым. Енді бақытты болам, бәрін жеңдім дегенде, Алла ол бақытты да көп көрді. Жолдасымды Алла алып кетті аяқ асты. Менің мұңды күндерім қайта айналып келді. Өз-өзіме қол салдым да, әлі күнге дейін сол ой келді. Не істеймін, білмеймін. Жалғыздықтан да шаршадым. Ендігі өмірім не болады? Соны ойласам, өзімді қоярға жер таппай кетем. Мен мұнда жазып ішімді босатқым келді. Сыртыма бүтін ішім түтін дегендей. Міне, құрметті оқырмандары, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.